Дорогие коллеги, всем здравствуйте еще раз. Мы уже в прямом эфире на нашей странице Facebook. Мгм. Наверное, будем уже начинать. Кайырлы күн, құрметті біздің оқырмандарымыз және көрерменшілеріміз. Бүгін Мемлекеттік Басқару Академиясының ректоры Ерлан Қуанышұлы Әбіл мен түлектерді қабылдау және қолдау секторының меңгерушісі Айгүл Баймурзиновна Жұмабекова тікелей эфирде Professional дайындық курстарына қатысты толық ақпаратпен бөлісіп, академияға оқуға түсуге қатысты барлық қызықтырған сұрақтарыңызға жауап беретін болады. Эфир барысында дайындық курстарын өткізу форматы, курс бағасы мен мерзімі туралы толық ақпарат аласыздар. Дорогие друзья, всем здравствуйте, дорогие наши зрители, читатели, не только страницы Facebook, но и Instagram, а также платформы YouTube. Рады вас приветствовать в сегодняшнем нашем эфире. И сегодня в прямом эфире ректор Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан Ерлан Куанышевич Әбіл и заведующая сектором приема поддержки обучающихся выпускников Айгуль Баймурзиновна Жұмабекова расскажет вам о подготовительных курсах Professional и ответят на все интересующие вас вопросы по поводу поступления в Академию госуправления в 2021 году. В ходе эфира вы получите полную информацию о формате проведения подготовительных курсов, стоимости курсов, содержании, ну и, конечно же, сроках обучения. И здесь, наверное, сразу хотелось бы слово предоставить ректору Академии Ерлану Куанышевичу, поскольку к нам последнюю неделю, как мы начали всех приглашать на регистрацию на Professional курсы, которые будут проходить с 1 марта по 23 марта, поступают вопросы касательно стоимости, поскольку в прошлом году, в позапрошлом году подготовительные курсы Professional были бесплатными. То есть это подготовка к английскому языку и не только. С этого года они у нас являются платными. Вопрос, почему? И почему и зачем нужно участие в подготовительных курсах и всем ли это надо? Ерлан Куанышевич, слово вам. Здравствуйте всем. Қайырлы күн. Расында да алдында Professional курстар біз 3 жыл қатарынан академияға оқуға түсем деген үміткерлерге ақысыз өткізген болатынбыз. Осы жылы біз шешім қабылдадық. Бұны ақылы түрде өткізу керектігін біз қазір мен түсіндіріп көрейін. Действительно, мы 3 года подряд Академия проводила подготовительные курсы к поступлению в Академию, а именно курсы казахского языка, курсы английского языка на безвозмездной основе. Практика показала, что не все участники таких курсов далее подавали в Академию документы. Мы понимаем, что мы таким образом помогали государственным служащим наращивать свои компетенции, подтягивать свои навыки в казахском языке, в английском языке. Я думаю, что Академия это будет продолжать дальше. И за 3 года мы эту миссию достаточно выполнили. Единственное, можно сказать, что за 3 года у нас обучились около 2000 государственных служащих на этих курсах. Это солидная цифра, если учитывать, что это было на безвозмездной основе. В том или ином, скажем, в том или иных курсах. Почему в этом году мы решили, что курсы должны быть платными? Во-первых, мы хотим, чтобы у нас была солидарная ответственность как со стороны претендентов на поступление, так и со стороны Академии. Для того, чтобы эти курсы были качественными, мы приглашаем высококлассных специалистов, которые, вы знаете, на рынке стоят недешево. И для того, чтобы работа на курсах была эффективнее, мы должны им оплачивать достойную заработную плату. Но Академия не перекладывает всю сумму затрат на претендента, а возмещает часть затрат собственных средств.
Айгуль Баймурзиновна далее расскажет по этому пункту, но единственное, вам хочу сказать, что курсы за 72 часа 33 тысячи, если точнее сказать, 33 тысячи, извиняюсь, 33 876 тенге, да. Это, ну, более чем комфортная цена. Более чем комфортная цена. Я думаю, что претенденты это отреагируют нормально. Тем более эти курсы будут проходить в комбинированном режиме, без отрыва от производства. То есть это будет наиболее такой комфортный режим. Претенденты, которые не хотят проходить такие курсы, подготовительные курсы, они могут свободно зарегистрироваться на сдачу АПТИС и Казах Ресми тест и без прохождения этих курсов сдать эти тесты. То есть очень важно, что понимать, что pre-sessional курсы, подготовительные курсы не являются обязательным требованием к поступлению в академию. Подготовительные курсы – это лишь возможность для претендентов повысить свои навыки в знании казахского языка и английского языка. Третье допущение, что претенденты могут выбрать из 3 модулей то, что им интересно. Например, претендент уже знает хорошо казахский язык, он уже хорошо знает английский язык, и ему только интересен модуль, где говорится об академическом письму по образовательной программе, по введению в данную программу. Это тоже возможно. Но если претендент считает, что и этого ему не надо, то, в принципе, ему достаточно завершить регистрацию, загрузить необходимые сертификаты согласно требованиям и правил приема и участвовать в отборочных этапах. Агирке? Спасибо большое, Ерлан Куанышевич, за ваш ответ. Я думаю, что сейчас будут поступать еще вопросы к нам на странице Facebook в прямом эфире. Ну а тем временем, пока будут поступать вопросы, хочу передать слово Айгуль Баймурзиновне. Пожалуйста, расскажите вообще, что такое pre-sessional курсы, как они будут проходить и в какое время, потому что всех наших поступающих в этом году очень сильно волнует, в какое время будет это все происходить, чтобы не было накладок с работы. Рахмет, Ақерке. Қайырлы күн, құрметті достар. Өздеріңіз білетіндей, ағымдағы жылы 2 ақпан күні 2021-2022 оқу жылына академияға оқуға түсу үшін қабылдау ережелері бекітілді. Биыл сіздер білетіндей, қабылдау ережесіне бірнеше өзгерістер енгізілді. Сонымен қатар биыл былтырғыдай құжаттарды онлайн форматта қабылдаймыз. Бұл мерзімі 1 наурыздан бастап 5 маусымға дейін қабылданады құжаттар. Үміткерлер академияның сайтына тіркеліп, растайтын барлық құжаттарды жүктейді. Және үміткерлердің жеке кабинеті болады. Кешірім өтінем, Айгүл Баймурзиновна, слайдты жалпы экранға көрсетсеңіз, тым ұсақ болмасын. Рахмет. Рахмет, жақсы көрініп тұр. Сонымен қатар жаңа оқу бағдарламалары және конкурстық іріктеу талаптары өзгерілген, тағы да атап өтетін боламыз. Сонымен қатар академия жылдағыдай үміткерлер үшін pre-sessional курстарын ұйымдастыруда. Курсқа қатысу үшін 1 наурыздан бастап 23 наурызға дейін тіркелу қажет. Ал 25 наурызда pre-sessional курстары басталады, және ол курс 3 тәуелсіз модульден құрылған. Бірінші модуль академиялық хат жазу, көпшілік алдында сөз сөйлеу және білім беру бағдарламаларына кіріспе. Курстың ұзақтығы 36 академиялық сағаттан тұрады.
Бұл модуль үміткерлерге құжат қабылдау уақыты аяқталғанша бейне сабақ түрінде жеке кабинеттерінде кез келген уақытта қолжетімді болады. Екінші модуль ағылшын тілі курсы. Бұның ұзақтығы 72 сағат, 3 ай бойы 25 наурыздан бастап 6 маусымға дейін өткізіледі. Және әрбір топ 25 адамнан құрылады. Аталған модульді өту үшін ағылшын тілі меңгеру деңгейін анықтайтын кіріс тест тапсыру қажет. Курсқа элементари деңгейінен төмен емес көрсеткішпен үміткерлер қабылданады. Аталған модуль, жаңағы ректор айтқандағыдай, ақылы негізінде өткізіледі. Және оның бағасы 33.876 теңгеден құрайды. Ата кететін болсақ, үміткерлер 72 академиялық сағаттың тек қана 36 сағатына ғана төлем төлейді. Өйткені бір академиялық сағаттың құны 941 теңге құрайды. Және одан бөлек аптесті тапсыру үшін 23.000 теңге British Councilға төлеу қажет. Жалпы жоғарыда айтылғандай, курстың сағаты 72 сағаттан құрылған. Оның ішінде 36 сағатты бейне сабақ түрінде жүргізіледі. Және үміткерлер жеке кабинетінде кез келген уақытта қолжетімді болады. Ал қалған 36 сабақ оқытушымен онлайн форматта өткізіледі. Сонымен қатар сабақ кестесі үміткерлердің жеке кабинетінде жүктеулі болады. Үшінші модуль ресми іскерлік қазақ тілі курсы. Бұның ұзақтығы 36 академиялық сағат. Осы курсты өту үшін қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтайтын кіріс тесті өтуге қажет. Курсқа А1 деңгейінен төмен емес көрсеткішпен үміткерлер жіберіледі. Оның бағасы 33.876 теңгені құрайды. Жаңағы жоғарыда айтылғандай, бір сағаты 941 теңге тұрады. Және бұл прескурант академияда бекітілген. Сонымен қатар QRT тестін тапсыру үшін 5000 теңгені төлеу қажет. Бірақта сіздер курсты өтпей-ақ QRT тестін тапсыра аласыз бірінші маусымға дейін. Курс сабақтары онлайн форматта оқытушымен бірге 25 наурыздан бастап 6 мамырға дейін өткізіледі. Сонымен қатар сабақ кестесі үміткерлердің жеке кабинетінде жүктеулі болады. Құрметті үміткерлер, нақты атап кететін болсақ, бұл дайындық курстарына қатысу міндетті емессіңдер. Әрбір үміткер өз қалауы бойынша курсқа қатыса алады. Сондай-ақ дайындық курстарынан өту сізге оқуға түсуге кепілдік бермейді. Себебі академияға қабылдау үміткерлердің құзыреті мен әлеуетті бағалауға мүмкіндік беретін 4 кезеңнен тұратын іріктеу конкурсымен өткізіледі. Жалпы алғанда аталған курстар академияға оқуға қабылдау үшін конкурстық іріктеу кездерінен өтуге және әр қарай академияда білім алуға қажетті академиялық хат жазу, дағдыларын жетілдіру және көпшілік алдында сөз сөйлеу, білім беру бағдарламалары туралы біліп, мемлекеттік және ағылшын тілдерін меңгеру деңгейін арттыруға негізделген. Үміткерлердің пресешнл курстарында даярлауды академияның профессорлық оқытушылар құрамы және қызметкерлермен қатар шақырылған лекторлармен жүзеге асырылады. Жоғарыда айтылғандай, биыл бізде құжаттардың қабылдау мерзімі 1 наурыздан бастап 5 маусымға дейін жүргізіледі. Негізі бүкіл құжаттар жаңағы
ректордың бұйрығымен бекітілген. Оның ішінде өтініш, сурет және электрондық білім туралы электрондық құжат, IELTS TOEFL және IELTS индикатор халықаралық сертификаты, QRT және CAS тест сертификаты, мемлекеттік тілін білу сертификаты, еңбек қызметін растайтын құжат және мемлекеттік органнан жолдамасы. Сонымен қатар, тағы да қайталап өтемін, курсты өту үшін және аптисті тапсыру үшін 1 наурыздан бастап 23 наурызға дейін құжаттарды тапсырып және регистрация өту керек. QRT қазақ ресми тесті және қазақ тілін меңгеру үшін курсты өту үшін 1 наурыздан 23 наурызға дейін регистрация өту қажет. Және регистрация және аптисті тапсыру үшін курссыз 1 наурыздан бастап 25 мамырға дейін регистрацияны өтесіз. Сонымен қатар QRT-ді тапсыру үшін курссыз 1 наурыздан 1 маусымға дейін мерзімі берілген. Жалпы QRT 14 мен 15 мамырда тапсырылады, ал аптис 9 маусымда. Тағы да атап өтетін болсақ, бізде 4 кезеңнен тұратын іріктеу конкурс жүргізіледі. Бірінші этапта эссе, екінші этап бұл кейс, үшінші этап ассессмент және төртінші этап. Сонымен қатар, үшінші және төртінші этапқа өту үшін бірінші және екінші этапта жақсы өтетіндер болса, олар үшінші, төртінші этапқа жіберіледі. Жаңада айтылғандай, бізде биыл регистрация академияның сайтында болады, онлайн түрде. Ол үшін академиялық сайтына өтіп, бұл жерде тіркелу қажет. Тіркелгенде бүкіл жаңағы жеке данныйларыңызды толтырасыз және регистрациядан өтесіз. Сайтта жеке кабинет құрылады, соның ішінде жаңағы сабақ кестесі қолжетімді болады және бүкіл курста өтетін бейне сабақтар жүктеулі болады. Тағы да атап өтемін, Professional курстарына тіркелу осы жылдың 1 наурыздан бастап 23 наурызға дейін жүргізіледі. Өтінеміз, уақытты өткізіп алмаңыздар, сіздерге сәттілік тілейміз. Рахмет сізге, Айгүл Баймурзиновна. Демонстрация экранын өшіріп қойсаңыз, мына жерде уже сұрақтар келіп түсіп жатыр екен. 80 адамда бізде бүгін тікелей эфирде отыр, қосылып жатыр екен. Және бірінші сұрақ осындай. Конкурсный отбор кезінде эссенің тақырыптарын сіздер бересіздер ме деген? Мен жауап берейін бұл сұраққа. Жалпы алдыңғы жылдары эссе тақырыптары талаптарға сай, оны алдын ала жүктеу керек болатын. Осы жылы біз эссені бірінші кезеңде белгілеп отырмыз. Іріктеу кезеңде белгілеп отырмыз. Сондықтан эссенің тақырыптары сіздер біздің сайтымызға тіркелгеннен кейін, бірінші кезеңге жолдама алғаннан кейін, өз жеке кабинетіңізде белгіленген күнде эссе тақырыптары келеді. Бұл эссе тақырыптары сіздің таңдаған мамандығына сай болады. Және эссе тақырыптары рандомды түседі.
әрбір үміткер жеке өз жеке кабинетінде эссе тақырыптармен таныс болады. Сол эссе тақырып берілгеннен кейін сіздерге белгілі бір уақыт шектеліп көрсетіледі. Және эссені жазу үшін шектелген мөлшерде сөз жазу талабы қойылады. Рахмет сізге, Ерлан Қуанышұлы, жауабыңызға. Мына жерде бізде Инстаграмда сұрақтар да келіп жатыр екен. Вопрос следующего характера. Предусмотрены ли в этом году, то есть мы ввели стоимость для подготовительных курсов, будут ли предусмотрены хоть какие-то скидки для государственных служащих с многодетной семьей и из сельских и районных округов. Сельских округов написано и районов. Спасибо за вопрос. Мы готовы поддерживать, конечно, но мы должны понимать конкретный каждый случай отдельно, разбирать. Я думаю, что мы могли бы рассмотреть такую возможность, но нам необходимо точно понять, почему такая причина появилась. Я не думаю, что таких людей у нас будет много. Мы могли бы вынести такие решения на совет наш и как бы принять какое-то решение по помощи, по возмещению средств. Но, опять же, говорю, что это должно быть достаточно аргументированно, понятно. Наша задача не заработать деньги, наша задача, я как повторился, чтобы у вас была солидарная ответственность по поступлению в академию. И второе, это для того, чтобы мы смогли привлечь очень хороших преподавателей, которые бы смогли вам подготовиться к сдаче соответствующих тестов. Спасибо большое, Ерлан Қуанышевич, за ответ. На жерде тағы да бір сұрақ екен. Сәлеметсіздер ма? Курсқа академия сайтынан тіркелеміз бе? Иә, сіздер академия сайтында тіркелесіздер. Сайт регистрациясы бізде 1 наурызда пайда болады. 1 наурыздан бастап 23 наурызға дейін осы Professional дайындық курстарына сіздер тіркеле аласыздар. Следующий вопрос от нашего зрителя. Данияр спрашивает, если студент поступает за счет иных источников финансирования, то будет ли у него стипендия в виде заработной платы? Нет, стипендия в размере должностного оклада по последнему месту работы гарантирована только для действующих государственных служащих, которые поступили по направлению государственного органа. Иные лица стипендиями на платной основе, кто поступает, они стипендиями не обеспечиваются. Единственное, у нас есть партнеры, фонд Ханса Задер, который может предоставить стипендию, но это опять же только для государственных служащих предусмотрено. И есть стипендии со стороны UNDP Казахстан, регионального хаба в сфере государственной службы. Но это для иностранных государственных служащих, которые поступают на программы Академии госуправления при президенте Республики Казахстан. Таким образом, лица, поступающие за счет собственных средств или за счет иных организаций, стипендиями мы стипендию не оплачиваем, если это не предусмотрено направляющей стороной, согласно трехстороннему договору. Вы можете об этом заранее обговорить со своим работодателем и с организацией, которая готова за вас сделать такой платеж. Благодарю вас за ответ, Ерлан Қуанышевич. И уточняющий вопрос, Гуль Баймурзиновна, вам. Здесь нас также смотрят наши будущие абитуриенты, будущие наши претенденты для поступления в академию из других стран СНГ, Центральной Азии. Уточняющий вопрос по Professional курсам. Там могут ли принимать участие иностранцы? Это первый вопрос. Второй вопрос. Во сколько и в каком формате будут проходить эти занятия? И сколько раз в неделю? Подскажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Как
как мы уже говорили, регистрация на курсы начнется у нас с 1 марта по 23 марта. Курсы начнутся с 25 марта. И курсы английского языка в объеме 72 часа, то есть это интенсивные курсы, которые будут проходить 3 месяца и практически ежедневно. Расписание будет размещено в личных кабинетах поступающих. Что касается иностранных граждан, то, в принципе, как такового запрета нету для их участия на подготовительных курсах. Но вместе с тем хочется отметить, что те иностранные граждане, которые обучались за рубежом, где языком обучения являлся английский, они освобождаются от сдачи предоставления сертификата на знание английского языка IELTS и TOEFL. Достаточно будет представить подтверждающий диплом. Спасибо большое. В какое время будет проходить занятие? Ну вот, что касается первого модуля, то это видеоуроки, которые будут доступны в любое время. То есть если это государственный служащий, и он обладает малым временем, то он может просматривать и прослушивать их в вечернее время. Что касается курсов английского языка и официально-делового языка, казахского языка, то это уже будет указано в расписании, которое будет в личном кабинете поступающего. То есть сначала необходимо зарегистрироваться. Могли бы вы примерно уточнить, будет ли это в вечернее время, либо в дневное, потому что здесь работающие люди беспокоятся. Ну, там, вечернее. Давайте я попробую ответить на этот вопрос очень быстро. Все будет зависеть от региона, где это будет, на базе какого филиала это будет организовано. Расписание будет сформировано согласно и времени самого тренера, поэтому мы будем максимально стараться, чтобы это было удобно для наших государственных служащих, чтобы они не отрывались от своей основной работы. Как Айгуль Бармудиновна сейчас сказала, будет микс, будут и видеоуроки, будет и формат самостоятельного изучения. То есть мы максимально будем стараться, чтобы потенциальные претенденты на поступление имели очень комфортное расписание. Спасибо большое, Ерлан Куанышевич. Здесь к нам поступает вопрос, предоставляется ли общежитие для государственных служащих, которые поступят в Академию госуправления и в случае направления их из государственного органа. Да, такая опция существует. Государственные служащие, поступившие в Академию, будут обеспечены комнатой в общежитии, которая находится на балансе Академии. Хочу подчеркнуть, я сейчас прочитал тоже комментарий, что предоставляется жилье. Жилье мы не предоставляем, мы предоставляем комнату в общежитии. Второй момент. Многие спрашивают сразу про семью. Можно ли жить совместно с семьей? В первую очередь Академия обеспечивает жильем, комнатой человека, который поступил в Академию. Если у магистранта, докторанта уже зачисленного имеется семья, и он желает его перевести в Нур-Султан, здесь, рядом с собой, то мы должны будем рассматривать этот вопрос жилищной комиссии, и только при наличии свободных мест в общежитии мы можем принять положительное решение. Иначе мы это не гарантируем. Спасибо большое, Ерлан Куанышевич, за такое пояснение. Келесі сұрақ, магистратураға түсу үшін бакалаврдағы мамандықтарға қарайды ма? Мысалы, құқықтану бакалаврын бітірген маман мемлекеттік басқаруға оқи алады ма деген сұрақ. Магистратураға түсу үшін бакалавриат бітіру міндетті, бірақ оның мамандығына біз қарамаймыз. Біздің қарайтынымыз оның құзыреттілігі және оның еңбек өтілі. Егер өз еңбек тәжірибесінде өз-өзін көрсете алса, егер құзыреттілігі дамыған болса, біз оны қуана қабылдаймыз.
Докторантураға түсу үшін, ондай шарт бар. Мысалы, халықаралық қатынастар докторантурасына түсу үшін міндетті түрде белгіленген, қабылдау ережесімен белгіленген мамандықтардан магистратура дипломы болу керек деп жазылған, бірақ магистратура үшін ондай талап жоқ. Рахмет сізге жауабыңызға. Здесь уточняющий еще один вопрос из Инстаграма. При оплате английского языка, курсов английского языка, сразу ли нужно оплатить тестирование Aptis? То есть полную ли сумму нужно оплатить? И следом сразу вопрос, когда производится оплата, в начале или в конце, либо можно в рассрочку? Спасибо. При регистрации у вас будет опция оплатить, и надо будет его оплатить сразу же. По Aptis там есть срок, который позволяет регистрироваться на Aptis до 25 мая. То есть до 23 июня вы можете зарегистрироваться на курсы и оплатить его, так как 25 марта уже они начнутся. А Aptis вы можете оплачивать до 25 мая. Спасибо большое, Ерлан Куанышевич. Мына жерде тағы да бір сұрақ екен. Саламатсыз ба, оқуға түскеннен кейін сабақ биыл онлайн түрінде жүргізіле ме деген. Енді бұл елдегі ахуалға байланысты болады. Егер карантиндік жағдай әлсіремесе, әрине біз мемлекет тарапынан қойылған талаптарға сай жұмыс жасайтын боламыз. Ол дегеніңіз онлайн форматта оқу жалғастырылады. Бірақ сіздер білесіздер, қазіргі жағдайда сәл бәсеңдеген динамиканы көріп отырмыз. Оның үстінде жалпы вакцинация жүргізіледі. Оның арты келешекте аудиторияда офлайн түрде сабақ өткізуге мүмкіндік туады деп өзіміз ойлаймыз. Сондықтан қазіргі кезде сізге тура жауап айта алмаймын, бірақ академия онлайн форматта да, офлайн форматта да жұмыс істеуге әзір. Оған толық техникалық мүмкіндіктеріміз жеткілікті. Рахмет, Ерлан Қуанышұлы, жауабыңызға. Тағы да бір сұрақ екен. Халықаралық қатынастардың магистратурасы бар ма? Бар болса, әлемдік экономика және құқықтану екінші бакалавр дипломымен түсуге болады ма екен деген осындай сұрақ келіп жатыр Еркебұлан Алимхановтан. Еркебұлан, ондай мамандық бар. Халықаралық қатынастар магистратурада, докторантурада бар. Мен жаңа жоғарыда айтқандай магистратураға түсу үшін бакалавр деңгейдегі мамандыққа талап қойылмайды. Қойылатын талап еңбек өтілі және халықаралық қатынастар бойынша жұмыс істеу тәжірибеңіз. Ақыл негізде болса, ол тек қана еңбек өтілі деген талап қойылады. Кем дегенде 2 жылдан төмен болмау керек. Рахмет сізге, Ерлан Қуанышұлы, Айгүл Баймурзинқызы. Біз осымен тікелей эфирімізді аяқтайық деп жатырмыз. 30 минуттай ақпаратты бердік тікелей эфирде. Түгел біздің осы биыл түсетін абитуриенттерге деп айтып қоюға болады. Сәттілік тілейміз және біздің түгел ақпарат осы қалай түсу керек екен, қашан түсу керек екен, қандай құжаттарды тапсыру керек екен туралы біздің сайтта оқи аласыздар. www.apa.kz деген сайтта. Мына жерде менің арт жағымда фон тұр, сол жерде жазылып тұр. Сол жерде түгел ақпаратты алып, сол сайтта бізде регистрация өтеді. Және Ерлан Қуанышұлы, тағы да айтатын нәрсеңіз болса, айтып кетсеңіз біздің түсушілерге. Мен рахмет. Енді бұл кездесу тек қана пресешнл курс бойынша ғана сұрақ болғандықтан арнайы біз ақпарат таратуға өзіміз шешкен болатынбыз. Мен жалпы академияға түсем деген үміткерлерге сәттілік тілеймін, және академия тарапынан сіздерге қолдау көрсету, барынша қолдау көрсетуге дайын екенімізді жеткізгім келеді.
барлықтан сәттілік, аман сау болыңыздар. Рахмет. Рахмет, Ерлан Қуанышұлы. Мына жерде бір сұрақ бар екен, айтып кетсек, өйткені ана аптада қатыспай қалған ғой деймін тікелей эфирде. Жұмыстан қол үзбей оқу бойынша нақтырақ айтып кетсеңіз. Рахмет дейді. Бұл сұрақ әлі талқылау үстінде. Біз өз ережемізде жаздық, ондай мүмкіндік туылады. Бізде осы жылы үш мамандығымыз бар. Мемлекеттік басқару, жұмыстан қол үзбей, және өңірлік даму, және бизнес администрейшн деген үшінші бағдарлама қосып отырмыз. Енді бұның кестесі, академиялық кестесі ғылыми кеңесте әлі қаралады. Біз оны талқылау үстіндеміз. Келешекте бұл ақпаратты біздің ресми сайтымызда таныс бола аласыздар. Жалпы, тағы да бір айтқым келеді, бұл үш жақтың мүддесін толық қанағаттандыруға бағытталады бұл кесте. Бірінші бұл оқуға түскен магистрант, екінші бұл оқуға жіберген мемлекеттік орган немесе квазимемлекеттік ұйым, үшіншіден академияның мүддесі. Осы үш тараптың мүддесін қанағаттыратын бір кестені біз келісе отырып жасаймыз, және осы кестені жақын арада ресми сайтымызда оны көруге болады. Келешекте алдымызда да тікелей эфирлер болады, ол эфирлерде де оны таныстыруға дайын болатын сенім айтқым келеді. Рахмет сізге, Ерлан Қуанышұлы, және мына жерде тағы да бір сұрақ келіпті, бірақ оған біз енді өзіміз жауап береміз деген ойдамын. Добрый день, как будут проходить этапы отбора? На этот вопрос мы отвечали на прошлом эфире. Если на нашу страницу зайдете еще раз, тот эфир, который мы проводили с Ерланом Куанышевичем по поводу всех этапов поступления и так далее, конкурсного отбора, он прикреплен наверху страницы, вы можете это все пересмотреть. Вместе с этим обо всех этапах конкурсного отбора, вообще о приемной кампании этого года мы постепенно рассказываем в постах каждый день. Здесь еще вопрос такой в продолжение. Эссе, решение кейса будут ли онлайн? И сколько времени будет предоставлено для их написания и решения во время отбора? Да, это будет онлайн, это будет в личном кабинете претендента в admission.apa.kz. Время и объем, опять же, будет, мы будем более точнее говорить уже ближе к этим датам. Мы сейчас говорим только о формате. Единственное, хочу вас заверить, что темы эссе и сами кейсы будут ориентированы именно на ту программу, на которую вы поступаете. То есть, если выбрали государственную политику, то и эссе будут на эту тему, и кейсы будут по этой теме. Поэтому я очень надеюсь, что вы осознанно выбираете специальность и ориентируйтесь на то, что данная специальность поможет вам в дальнейшем карьерном продвижении. Спасибо большое, Ерлан Куанышевич, за ваши ответы. Вообще за сегодняшний прямой эфир. На этом, наверное, будем завершать, поскольку вопросы тоже исчерпаны. Всем большое спасибо. Все подробности будут на нашем сайте, они уже есть. Здесь вопросы поступают по поводу того, какие программы одногодичные, двухгодичные, магистратура, докторантура. Все это подробно написано на нашем сайте в разделе поступление. Поэтому, если у вас будут вопросы, вы можете всегда их задать нам в директе Инстаграма, в мессенджере Фейсбука, либо написав нам на наши контакты, которые вы видите у нас на сайте. Также у нас работает WhatsApp номер нашей приемной компании. Спасибо большое вам за эфир, Айгуль Баймурзиновна. Спасибо большое, Ерлан Куанышевич, спасибо большое. До новых встреч. Будем проводить все больше и больше таких хороших эфиров, полезных.